мотивация дегенді қайта айтамыз. Бір әдеби күшті бір кездесулерде де мотивация бергеніңізге рахмет, мына мәтініңіз, посттарыңыз мотивация береді екен деп айтып жатады, иә. Енді осыны біз қазақшаласақ қалай болады? Мысалға, мотивация берді дегенде жігерімді жанды арқаннан қақты, еңсемді тіктеді дейтін болсақ әдемі естіледі. Немесе қайратын қайрады, жігерін, қажырын жанында, намысын қайрады дейтін болсақ, мотивация берді деген сөз болады. Жігерлендірді деп айтса болады. Енді жігерлендірді дегеннен қарағанда жігерімді жанды десеңіз, ол әдемі естіледі. Енді айтқанға оңай болсын дегенім ғой. Сосын мына жерде мысалға имба, топ дейді. Мысалға жігіттің сабазы, контекстке байланысты, сөздің сарасы, қатарының алды, ортасының озаты, жылқы ішіндегі аласы, дүлдүлі, серісі, қамшы салдырмасы, тегеуріндісі, сайып қыраны, бөгенайы бөлегі, белдісі, беделдісі дегенді айтудың орнына біз имба дей саламыз. Тобы деп айта саламыз. Мысалға, мына медиа мәтіндерде біраз топ кітап, топ әңгіме, топ кино деп көп айтады. Мысалға, үздігі, белдісі, беделдісі, атақтысы, танымалы, сүбелісі, келелісі дегенді айтудың орнына тобы деп жүрміз қазір. Мысалға, бұл да сол жұтаңдықты білдіреді, көрсетеді.